вот біреуді кішкене болсын көре алмасақ, қыздар, біз сыналады екенбіз. Себебі жаратушы әл-әділ, ол өте әділетті. Кімге, қашан, ризықты қалай бергісі келеді, ол өзі біледі. Ол бізден жақсы біледі, кімге не беру керек екенін. Бізден де лайықты адамдардың бар екенін де біледі. А біз соны қыстырылып мына жақтан көре алмай тұрсақ, онда біз Алланың әл-әділ деген атына қарсы шыққан болып сыналады екенбіз. Сол себепті араласпау керек, қыздар. Біз білмейміз. Бізден де басқа дұға сұрап жүрген адамдар бар. Бізден де басқа түндерін тахаджудсыз өткізбейтін адамдар бар. Бізден де басқа лайықты адамдар бар екенін біз ұмытпауымыз керек. Бір ғана Алла біледі, қандай жолмен сол ризыққа жетіп тұрғанын ол адамның. Сол себепті бұл жерде араласу ұят. Көре алмаушылық деген ол эгоизм. Кімде көре алмаушылық болады? Дүнияға, байлыққа қатты қазығатындарда, тәкаппарлығы өте көп адамдар